Сәлем достар. Бүгін осындай әдемі пирамида секілді бомбонерки жасап көрсетемін. Бұның дайын шаблоны менің телеграм каналымда бар. YouTube'қа подписаться басып, телеграм каналыма өтіп, осындай шаблонды тегін алсаңыздар болады. Және де осыны видеоның астына комментарий басып, лайк басып кетіңіздер. Ол маған өте жақсы мотивация. Және комментарияңызда қандай видеолар түсірейін, сол туралы жазып кетіңіздер. Алдымен осылай шаблонымызды односторонний глянцевый А4 форматтағы бетте шығарамыз. Граммовкасы 200 граммдық менде. Және осылай әдемілеп қиып аламыз. Сосын беговкамен, сызықтарымен жүгіртіп шығамыз. Беговканың орнына кез келген үшкір предмет жарай береді. Мен пилканы қолданамын әдетте. Немесе жазбайтын ручканы да қолдануға болады. Үстіп әдемілеп беговкамен жүгіртіп шығамыз да, осының бәрін бүктейміз. Және достар, басқа да видеоларымды қарап кетіңіздер. Осының алдында осындай шаблондарды қалай жасау керек туралы видеолар түсірдім. Видео пригласительный жасау, баннер жасау туралы, электронный пригласительный жасау туралы видеолар өте көп. Солардың бәрін көріп, бағалап кетіңіздер. Маған өте приятно болады. Мен осы видеолардың бәрін сіздер үшін арнап түсіремін. Мен ғана емес, басқаларда жасап үйреніп, осылай үйде табысты болсын деген ниетпен. Сондықтан мені қолдап кетіңіздер. Және дайын шаблондарды, және PicsArtпен жұмыс туралы да видеолар түсірдім. Сол видеолардың бәрін қарап, телеграм каналыма жазылып, дайын шаблондарды өздеріңізге сақтап, осылай қолдансаңыздар болады. Өстіп бәрін беговкамен жүгірткен жерімізді әдемілеп бүктеп шығамыз. Бәрін әдемілеп асықпай бүктеңіздер. Менде бұл видео кішкене скоростін көбейттім. Сіздерге скучно болмас үшін сіздер оны асықпай жасаңыздар. Және де дыроколмен осылай бастарынан отверстие жасап тесіп шығамыз. Сосын ортасынан 4 бұрышын бүктейміз осылай. Бұндай бомбонеркиді негізі өзінің себестоимости 100 теңге болады. Сізде принтер болса, принтер болмаса 150 теңге болады. Ал сіз бұны 300-ден 350 теңгеге дейін сатсаңыз болады. Осындай әдемі қоңыр түсті лента, қоңыр болған золотисты түсті лента таңдадым. Өйткені бұндағы әріптер золотамен жазылған. Бұл золотаны сіздерге айтарым, золотой шрифті қалай бомбонеркиға жазу керек туралы тоже видеом бар, соны қарап кетсеңіздер болады. Осылай әдемілеп бәрін тағып шығамыз. Сосын аяғында бантик жасап байлай саламыз. Менің YouTube каналыма жазылып, тіркеліп, осылай видеоларымды көріп, оценка жасап кетіңіздер. Тағы да өте көп видеолар болады. Солардың бәріне қалмас үшін колокольчикті басып, уведомлениені қойып қойыңыздар. Осылай байлай салам. Назарларыңызға рахмет. Сіздерді тағы да басқа видеолармен қуантамын деген ойдамын. Сау саламат болыңыздар.